Сәлем достар, бүгін біздің аспаздық арнамыз керемет борщ пісіру әлеміне бағытталған. Тіпті аспаздық саяхатыңызды енді бастасаңыз да уайымдамаңыз, өйткені бүгінгі рецепт дәмді тағамды жақсы көретіндердің барлығына өте қолайлы. Нағыз шедевр, хош иісті және дәмді борщты жасайды. Бұл бейнеде біз сізге әр қадам дайындау туралы ғана емес, сонымен қатар борщқа ерекше түс пен дәм берудің құпияларымен бөлісеміз. Борщ әлеміне біздің аспаздық саяхатымызды бастау үшін кастрөлге су құямыз және міндетті түрде ет қосамыз. Біздің хош иісті сорпаға негіз жасаймыз. Енді қақпағын жауып, судың қайнауын күтеміз. Сорпаны пісіріп жатқанда борщқа жаңа піскен көкөністерді дайындап аламыз. Сонда әрбір ингредиент осы дәмді тағамға өз дәмін келтіреді. Су қайнағаннан кейін көбігін толығымен аламыз. Сорпа қайнағаннан кейін қызанақты қосамыз. Алдын ала кесілген қызанақты саламыз. Қызанақ борщ үшін тамаша бояу ғана емес, сонымен қатар ерекше қышқылдықты қосады. Тағам дайындауды жалғастырайық және дәміне қарай тұз саламыз. Қызанақты салғаннан кейін ет дайын болғанша күтеміз. Кастрөлді қақпағын жабамыз және борщты жай отта қайнатуды жалғастырамыз. Бұл қадам етті нәзіктікке жалғастырып қана қоймайды, сонымен қатар еттің барлық дәмін береді. Ет пісіріліп жатқанда бөлек табада свекло морковтың жуаны қуырып аламыз. Дайындау үшін бөлек қуырғыш табаны алып, май құйып, пиязды кішкене текшелерге кесеміз. Пиязды қуыру біздің борщқа хош иісті негіз және ерекше дәм береді. Пиязды орташа отта қызарғанша қуырамыз. Осылайша жасаймыз. Қуырылған пияздан кейін табаға сәбіз бен қызылшаны қосамыз. Борщқа қызықты құрылым беру үшін оларды мен ұзыншақ етіп теркадан өткіздім. Сәбіз бен қызылшаны пиязбен бірге жұмсақ болғанша қуырамыз. Ол алтын түсте шығады. Енді картоп пен қырыққабатты қосудың уақыты келді. Картопты текшелерге кесіп, қырыққабатты жұқалап тураймыз. Еттің хош иісімен толықтырылған сорпаға қосамыз. Ингредиенттерді мұқият араластырамыз. Бұл сәтте борщ құрылымы мен талғампаздығы береді. Қырыққабат борщта басты рөл атқарады. Оған өзінің ерекше дәмі мен құрылымын береді. Бұл маңызды ингредиент борщқа өзінің ерекше дәмін беріп қана қоймайды, бірақ оған да қоректік заттар қосады. Енді біздің сәбіз, қызылша және пияз қуырылған соң, оларды аламыз да ет қосылған сорпаға мұқият қосамыз. Майынан сығып салуымыз керек. Бұл сәт барлық дәм мен хош иіс біріктіріліп, әрбір қасық борщта керемет дәм береді. Сосын лавр жапырағын және кішкене қара бұрыш қосамыз және араластырамыз. Енді барлық ингредиенттер кастрөлде болғандықтан борщты толығымен піскенше пісіруді жалғастырамыз. Картоп жұмсақ, қырыққабат піскен, сорпаның дәмі барлық дәммен тұндырылғанына көз жеткіземіз. Көкөністерді сорпаның дайын болуына 10 минут қалғанда көкөністерді қосамыз. Осылайша көкөністердің қоректік заттарын көп бөлігі сақталады. Міне біздің керемет борщ дайын. Хош иісті, бай және әр жұтым сайын таңдайыңызды қуантуға дайын. Дастарханға ыстықтай ұсыну керек. Дәміне қарай шөптер мен бір қасық қаймақ қосамыз. Біздің аспаздық арнаға қосылғаныңыз үшін рахмет. Бұл борщ рецепті сіздің ас үйіңізде пайдалы болады деп үміттенемін. Егер сізде сұрақтар болса немесе тәжірибелеріңізбен бөліскіңіз келсе, төменде пікір қалдырсаңыз болады. Ас әзірлеу өнер екенін есте сақтаңыз және жасап көріңіз. Бұл тағам сізге және жақындарыңызға ұнайды деп ойлаймын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыз және жақында біздің аспаздық арнада кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.